Ağır koydu. Arıya selam dostlar, қалдан қалай бүгінгі видеода мен Назаке. Бүгін біз үйге воркаут жасайтын боламыз. Вот негізі Айзира сіңілім лагерден келді. Енді екеуміз бірге бөліп алдық. Ол бүгін пол жумайды екен. Менің заттарымды бөліп алдық. Сүрдетін зат менікі, оныкі пол жуу болған. Вот пол жумайды екен. Енді вот менің заттымды бөліп алдық. Мен так. Ayağına koptu. Amandasıbaysız ha. Amandası da orada sen kaleci koptu. Anlayın. Kalin be. Вот Айзира камераға привет. ойбай. Всем привет. Вот осы Айзира мен орканы бөліп алдық. Кім деп айтсаңыздар, бұл Жанер кездестірген тамыз. Сол на терезені сүртет. Так, мынаны сүртет. И мен мына сүртем мен. Ал мынаны сүртет. Мынаны сүртет деп айта берсін. Вот мен мынаны сүртем достар. Липушка бар оғаннан кейін қараңыздар. В общем, мен көрінбейді осыларға. Осыналай нүкте болып кеткен ғой. Вот. Менің трапкам дәл. Негізі майса жүрген трапка. Өйткені біздің үйде трапка жоқ, қайыршымыз жәрде. Вот, осы трапкамен короче сүртеміз. Бірақ мына трапка айнаны сүрткен кезде мощный точный болады деп айтқан ендісі. Көрейік енді. Машинаның айналарын сүртір ғой адамдар. Біз дейтін уже уборканы бастап кеттік. Әйтеуір басында мәзбіз. Соңында таршап қалатынымызды кім білсін. Менің үстімге неге қолым жетпейді. Жетпейді. Оны мамам сүртеді. Мен достар, шыны керек, уборка істеу вообще қиын жұмыс ғой. Әйтсе оны істемесең үйің бұғып жатады ғой. Сол үшін амал жоқтан істейсің. Мұны яқта мен кәдімгідей беріліп сүртіп жатырмын. Айнамыз жылтырап қалды. Вот негізі Айзира айтады, короче, лагерден келіп қылдық басталды дейді. Ойбай. Сетканы сүртпесем таза ауа кірмейді. Көрдіңіздер ма? Айзира істейін десе істейді. Тура мен сияқты істемесе істемейді депші. Вот. Кімге звондаватсың? Ерке деп. Ерке ғой. Айару біздің үйде әлі жүр қонып. Негізі өмір рахат, просто бүгін күн түспей, жаңбыр жауып кайф болды. Мен мына шкафты біттім, короче, енді өзімнің бөлмеме кеттім. Негізі особдан аттан сүртетін заттар жоқ. Вот, короче, мынаны Айзира сүртеді. Өйткені бұл өзіміздің Айзирекеміздің тереземіз. Ал мынаны, ладно, менің подаркым ғой. Вот. То есть маған берген подарка өзім сүрте салам. Туған күніне? Иә, туған күніне. Бізде осындай шкаф бар. Бұны тоже Айзира сүртеді. Мен мына айнаны сүртем. Айна бағалатыр, мән бермейміз. Вот, мына өзімнің нем бар, короче. Сабақ оқитын жерім, шкафым. Вот, осы жерді сүртем. Одан осы үй бітет. Уборкасы. Мынау неғып тұр. Вот, қараңыздар, мына жерде Айзираның фотосы. Менің перваш фотом бар, білмеймін. Вот, мынау апам. Вот, осындай какой-то стикерлер жапсым қойған. Айар енді көріп отқаншы. Вот, пайды көрініп тұр, я, айна. О, айнаны көріп отырмын, мен көрсетіп отырмын. Мен сұлулығымды көрсетіп отырмын. Кеттік ал мұна айнаны. Мұна айнаны сүртеміз, тазалаймыз, жинақтаймыз. Айзира косметикаларын лагерден әкеп. Міне мен косметикаларым. Маяқты бәрі өзінікі. Міне мен косметикаларым бәрі салынған, әлі ашылған. Мынаның ішінде менің косметикаларым бар. Өтірік айтатын бәрі менікі. Бар жүріп. Мен ойнамаймын.
Менің телефонға дейді. Басқаларды білмеймін, бірақ менің бастапқыда энергиям масып тұрады ғой. И сол бастапқы энергиямен мен барлық жерді ойбай тап-таза қылып, кәдімгідей энергиямен бірге істеп тастаймын ғой. Бірақ энергияң таусылып қалса, сразу таусылып кетсе, қиын ше. Жұмысты істегің келмей, амал жоқтан істейсің ғой. Мына кезде енді екеуі жабырлап күлкімде келді. Сосын айтамын ғой, енді намектеп, қашындар деп қақпайды ғой. Одан кейін барам да қашындар деген соң ғой. Қашты, енді қайтаймыз енді. И өздері әңгіме соғып кетті. Міне мен мына жақта қуып жұмыс істеп жүрмін. Сол, енді қайтаймыз, басқа не айтамыз, сол. Істей біттім, аяқты қараңыздар, қалай жиналып қалған. Жалпы видео түсіріп, бірақ оны дұрыс монтаждай алмасаңыздар, менен курс алыңыздар де. Бірақ енді бұйырса дамып жатсам, енді ашам деп отырмын, енді видеоны қалай монтаждау керектігін өзім ақырындап біліп, үйреніп жатырмын. Өзімнің білетінді сол курста айтатын болам. Бағасы қолайлы, тиімді болады, уайымдамаңыздар. Қаншама заттар, осы заттардың бәрі осы шайқа кетті ғой. Үйті үстіне астына емес, үстіне ғой. Принтерім тұр. Ал уборкаға көшсек, мен дейтін уже мына кезде шабыттанып, өз шкафының сүртпеген жері қалмаған шығар. Барлық жерін сүртіп отырмын ғой, кәдімгідей беріліп, принтеріма дейін қозғап, қасқа ары сүртем, бері сүртем, әйтеуір адамдар ары бері өтіп жатыр, оған асамдағатты мән бермей, өзімнің тірлігімді өзім бітіріп, өзім аяқтап, сөйтіп тап-тыныш қана демалып жатса болды ғой маған қасқа. Енді мына кезде принтерімді сүртіп жатырмын, артын сүртіп жатырмын, алдын сүртіп жатырмын, уже тоғымен реттеп, уже мына кезде уже заттарды қою керек, енді қасқа сүртіп. Мына кезде енді суретті қай жерге қоямын деп астына қоя салдым. Вот, осылай енді біз тіршілігімізді жасаймыз. Енді бұл тіршілікте бәрі істейді ғой деймін, үйдің уборкасы болмаса, енді аталар дегенше мамалар дейтін шыдай алмай кетеді ғой. Қасқа қашан уборка істейміз, қашан деп. Ол уборка жасамағаны просто так 1-2 апта ғана болды да, 1-2 ай емес, 1-2 апта ғана болды. Оның өзінде, 1 аптаның өзінде, мамашкалар шыдамай кетеді ғой. Қасқа стик болды, әрекет стик, бүйдек стик деп. Енді 1 апта кішкене болсын, демалсаң 1-2 апта болсын, мен қасқа не деген ғанимет, қандай керемет достар. Енді бұны мамама айтсам, пәлем сөйтіп бұғысып жатасыз ба деп айтатын жар. Оны енді любой мамалар айтады ғой деймін. Сол достар, басқа не айтам енді, қасқа осылай сүртіп әрекет істедім енді. Вот, қараңдар достар, қандай әдемі болып жиналып қалды. Вот, бағанағы нақтатыр заттардың бәрі осы үстіңгі затқа кетті. Ешқандай астыңғы зат жоқ. Вот, осылай әдемі болып жинап қойдық. Несі 3-ші бөлме, ең соңғы бөлмеме көштім. Одан кейін мына уборкадан кейін бітті ғой менің уборкам достар. Холодильникті сүрту керек маған. Қараңыздар, мына жақсы достар. Осындай магнит бар, алынып салынатын. Вот. Осын сүрту керек, одан кейін терезе бар, одан кейін тағы не бар еді, қол жуғыш. Деді достар, негізі тағы да зат бар. Егер дейтін сіздерде де уборка істеу керек болып, сіздер өйстіп жалқауланып, әрекет қылмай, істемей сөйтіп жалқауланып, ерініп отсаңыздар, осы видеоны до конца көріңіздер. Бұл видео енді мені жалқауланбай істеп жатқаным ғой, енді сіздерге бір жағынан мотивация береді, бір жағынан жалқауланбай жұмыс істеуге де мотивация береді. В общем, мотивациясы көп қой, мына видеоны до конца көрген адам кейін өзі де ерінбей қалатын сияқты. Жылтырап, әдемі сүртіп қойдым. Енді бізде қол жуғыш, жоқ, қоңыр шкаф қалды, одан қол жуғыш, терезеден кейін қол жуғыш. Вот,
Ana kovar şkaf sırtayım. Bu ötede sol için her gün karap tazalap jinaklap sırtayım. Qayta 10 kun лагерден кеше ғана кейін сіңіліме рахмет. Айзереге көп алғысып шексіз. Өйткені ол маған кармашинкама, морозильігіме сүртіп, ана-мынауыма сүртіп көмектескен болатын. Жалпы мен оған өзі бөліп берем. Осы азақтал дүниені сүрт, одан кейін қалған жұмыстарды өзім сүртейім деп. И вот ол қалған азақ жұмысты істеді. Мен аз болса да істеп берді. Шүкір. Ал қалғанын мен өзім істедім. Үйті оған соңында пол жуасын дейді ғой. Пол жуа салып болды. Ақыры тазалап жуып жатырмыз ғой деп. Ақыры сүртіп атсын деп. И мына кезде Жанерке қуып жүр, Айсыр неғып істеп жүр, в общем, білмеймін. Телефондар істейді, бері істейді. Ал мен мына кезде енді уже терезеге көштім. Гүлдерді алып, тереземді сүртіп, не деген пысық адамын десе, өзімді мақтамаса көнді мақтаймын, енді өзім мақтап тұрмын керек. И осылай гүлдерге су қойдым. Өзі солып қалған әрең тұрған гүлдер. И осылай жайнатып қойдым енді. Әлде болып тұр, я. Вот, міне осылай терезе сүртіп қойдым, қараңыздар. Әлде болып тұр. Қозусы да жудым. Вот. Сіздерге менің үйге уборка істегенім ұнады деген ойдамын, қатты шаршадым. Енді қазір ромтын деп тамақтанып, сөйтіп қарнымды тойдырмасам. Енді осы видео сіздерге ұнады деген ойдам. Тағы да ұнаса лайк бас, тіркел, комментария жазыңдар. Ал келесі кездескенше аман сау, саламатта болыңыздар.